Сәлем аналар, эфирде Ана мен бала каналы. Бүгін біз сіздермен жүкті кезде тұмауратып қалған жағдайда не істеуге болады, қандай амалдар жасауға болады, ауырған жағдайда не ішуге болады, сол жайлы айтатын боламыз. Жүкті кезде антибиотиктер ішуге болмайды, білесіздер, көбіңіз. Сондықтан да халық еміне, витаминдерге жүгініп жатады. Тұмауратқан кезде әйел адам әлсіреп, температура болған кезде ауруханаға барып көрінгені жақсырақ. Олар система салуы мүмкін, немесе өзіңізге ағзаңызға керекті анализге қарап витаминдер тағайындауы мүмкін. Барынша дәрігерлерге көрінгеніңіз абзал, себебі өз басымнан өтті, жақында ғана замерші беременность болды, 5 айлығында. Бастапқы апталықтарда қатты ауырдым, маған өте қиын болды, температура болды, үйде емделемін деп өзім асқындырып алдым ауруымды. Сондықтан да мен айтатын едім, ауруханаға барып, сол жерде ем қабылдағандарыңыз абзалырақ. Егерде жеңіл-желпі, температурасыз мұрын ағу, жөтелу сияқты жаңағыдай симптомдар болса, онда шай, лимонмен шай, балмен шай, D3 витамин, С витаминін ішкен жақсырақ. Ыстық-ыстық шайлар ішіп, оранып жатып, өз-өзіңізге күтім жасаңыз. Ауырмаудың жолын іздегеніміз жақсырақ. D3-ді үздіксіз ішіп, фолий қышқылын үздіксіз ішіп, белгіленген мөлшерде микрограмм, 400 микрограмм болса, сіздің ағзаңызға қаншауы керек дәрігеріңізбен кеңесіп, анализдер тапсырып, қанша D3 жетпей жатыр, қанша С витамин жетпей. Рационыңызға жаңғақтар, сухофруктылар, өрік, мейіз, інжір сияқты, құрма сияқты. Құрманы бірақ көп жеуге болмайды, алдын ала родиты туғызуы мүмкін. Оны босанар алдында жесеңіз, матканың ашуына көмектеседі. Имбир, мята шайларын ішіп тұруға болады аяғы ауыр кезде. Және өкпеге, егер жөтеліп жүрген болсаңыз, өкпеге арналған шөп шайлар бар, соны да ішуге болады. Комментарияда пікір қалдырып кетіңіз, сізге грипп болған кезде, жөтелген кезде қандай ем домдар әсер етті, сонысымен бөлісіп кетіңіз. Қандай витаминдер ішіп жатырсыз, дәрігердің кеңесімен, немесе нутрициологтардың кеңесімен қандай витаминдер іштіңіз, сол туралы да жаза кетіңіз. Мен сіздің комментарияңызды оқып, жауап беріп отырамын. Және басқа да аналар сізді көріп, оқып отырады. Менің каналыма лайк басып, подписка жасаңыз. Себебі мен басқа да апталарды аяғы ауыр келіншектерге, аналарға, бала тәрбиесі, аналарға лайфхактар, балаларға арналған кеңестер осы каналда көптеп бөлісіп отырамын.